Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз жақтан ағамыз қазір жылқы малына табыра басады. Табыраны кдг инициалы бар. Осы міне қазір ағаларымыз соны табыраны қыздырып жатыр. Осындай мындай горелкамен қыздырады. Горелкамен қыздырсақ қазір тып-тыныш шоқ болған кезде малға табырасын басамыз. Осындай нәрсе өйстіп қыздырамыз алдын ала. Қазір күн салқын болып тұр. Бірақ енді горелка жақсы ғой, қазір қыздырамыз. Соған дайындап отырық алдын ала. Бір 5-10 минут бұрын істемесек қызбай қалады. Оны от жағып отыратын бір ада енді қиын ғой, от жағып отыр. Осылай табыра басқан тағы көрсетеміз. Бұл жақта мына табыраның орнын осылай қылып дайындап аламыз. Егер де біз жүні көріңіздер, қысты күні қалың болады. Егер ол табыраның орнын жүнін қырықпайтын болсақ, қиындау болады ғой жұмыс істеуші. Барам дегенше табырағы суып қалады. Дұрыс суып қалады, сонымен дұрыс басылмайды, әбір болады. Сол үшін андай қылып әдемілеп малдың бабын жасап, бүйтіп ойып аламыз. Сосын табыраны басамыз. О табыра деген жаңағы малға ен саламыз ғой. Еннен бөлек о табыраға да қараймыз да. Сол мал жоғалған кезде енді жоғалтпай қойсын. Сондай болған кезде, спорласқан кезде, мысалға осы табырамен, сол енімен жеңіп шығасыз ғой, өз мал екеніңізді дәлелдеп. Сондай. Әзірге бізде енді GPS деген нәрсе бар. Ол келген жоқ қой енді. Әзірге осыларды пайдаланып жатырық. Ол GPS шама қаражатқа да келіп тіреледі. Ол қиындау нәрсе ғой шама. Сол үшін әзірге осы табыра басылып жатыр. Инициалымен. Қотырдың кол салынды. Қотырдың кол салынды. Енді табыраны дайындап қойдық. Мына кесіп мынандай шықты табыра. Шешкеннен кейін ол түзеленеді. Міне.